Құрметті қазақ елі, ассалаумағалейкум. Қазақстандық актриса Дариға Бадықова Муана деген мультикке барып, шетелдің киносын дамытып, шетелдің кассасын толтырмай, өзіміздің киноға барайық деп жатыр да. Не болды, Дариға? Кассаң толмай жатыр ма, киноң өтпей жатыр ма? Бұлардың кино түсіргендері кәдімгідей міндет болды ғой бізге, ағайын. Біз үшін түсіретін сияқты киноны. Сен ең бірінші киноны ақша табу үшін, өзіңнің қалтаңды толтыру үшін түсіресің. Осыны біл. Екіншіден, киноң сенің қызық емес болып тұрып, ана кино қызық болып тұрса, ол мультик болсын, басқа бірдеңе болсын, халық соған барады. Бұлар осындай кезде патриот болып қалады екен да, ағайыншы кәдімгідей, ойбай, ұлттық киноға барайық, өзіміздің киноға барайық, отандық өнімді дамытайық деп. Патриот екенсіңдер, суалғанда қайда болдыңдар елімізді, теңге құлдырап жатыр, қайдасыңдар, біреуін айтпадыңдар ғой, сөздің ашығы. Ваше превосходительство келді алдында, Қазақстан орыс тілді мемлекеттік бетті, қайда болдыңдар сіңдер? Патриоттықтарың қайда қалды осы кезде? Үйтіп халықты жынды қылмай қойыңдар, патриоттықты өзіңнің қалтаңды толтыру үшін қолданбаңдар дегің білет. Осындай Дариға сияқтыларға айтқым келеді да, барлығына деп отқан жоқпын. Сондықтан басты қатырмай дұрыс кино түсірді. Біздің қазақтың киносы қандай? Бәрі комедия болды. Сөздің ақиқаты. Арасында бар кәдімгідей бүйтіп қатын-балашаңмен бар көретіндер. Но ондай аз. Сондықтан бұндай патриоттық сезімді сен қолданба өзіңнің мақсатың үшін. Аман болайық, құрметті қазақ елі, бұндайлардың артынан ермейік.